мен мына клоун емес па деген ой келеді. Саған берген гонорарға физзарядкаға бердім ба, любой физрук 150 мыңға істедім ан дегендей да. Көп компания келемін. Келген кезде боқта жатады ғой компания. Былықта жатады. Любой компания былықтан шығарып жатыр қой біз. Бірінші рабочийлардың агрессиясы басталады. Жаңа біз келісіп тұрғанмен команда келіспейді. Сенің көзіңше я істейміз дейді да. Болды бәке. Сізге духымызбен көрсетеміз аяқ. Компания былықта жатқан кезде, оны шығарып алған кезде егесіне бересіз ғой. Құшақтап сүйеді ғой, просто. Ассалаумағалейкум достарым, амансыздар ма? Мен Reels'те біраз әңгіме айтамын. Ол жерде жаңағы 1 минуттық болғаннан кейін көп жерде біздер сөздің басын қысқартып тастай саламыз. Сондықтан да YouTube каналды ашуға тура келді. YouTube каналдағы басты мақсатымыз осы кезде енді Алланың қалауымен әр компанияға кіріп, ол компанияның иесімен келісіп отырып, давай халыққа қызмет етейік. Өйткені қазір уже жаңа біз чиновниктерді ғана біз жауыз қылып көреміз ғой негізі қазіргі қоғамда. На самом деле біздің кәсіпкерлердің өзі жауыз да қазір. Олар неге үй деп айтатын десек, біріншіден олар наценкімен халықтың қанағысы келеді, бір үстіне пипец ақша қойып тастап. Екінші, олар кәдімгідей бір-бірін алдап, кәдімгі хитрить етіп өмір сүргісі келеді. Үшінші, өзінің астындағы сотрудниктеріне адам сияқты қарамай, құл сияқты қарайды да. Былайша алған кезде достар, ол біз тек чиновникті ғана көріп қойғанбыз ғой. На самом деле біздің кәсіпкерлердің көбісі осы жолда жүрді. Енді бір жағына айтайын десек, оларды да біз кінәлай алмаймыз да. Өйткені неге? Олар поколение өздері не көрді, соны істеп жатыр да. Енді Алланың қалауымен біздер 2019-нан бері осы жолда 100-150 компанияға кіріп, осындай міне Мәкең сияқты компанияларға үлесін қосып, ең қызығы біз олардан бір отзыв алмай жүріп кете бергенбіз ғой Мәке. Сөйтіп кеп қарасақ, бұл отзывтың өзі біраз халыққа, елге деген кішкене болса да бір үміт сыйлау екен да. Сол жерге көзім жетті да. Ең қызығын айтайын ба? Мен всегда айтамын ғой, бизнес это просто дух. Тут басқа ештеңе жоқ. Мен таланттары бар ма? Болса қанша адам жүр талантлы. Мен деп тұрған. Білім ба? Білімің қанша адам жүр білімді адам. Бірақ нәрсе жетіспейді оларға. Дух жетіспейді. Мен неге оны қозғап жатырмын мысалға? Мен көп компанияның ішіне де кіремін ғой. Қарның ашатын мен негізі өзің білесің ғой, гонорарың өзі арзан емес. Үлкен гонорар былайша 2-ның бірін қолынан қалтасына ұрмайды да. 2019-дары, 20-лары, әшейін достарыма, просто достарыма келдім де мен бесплатно көмектестім. Маған не үшін керек бұл консалтинг деген кезде, мен өз компаниям бар ғой так. Просто басқа компанияға барған кезде мен біріншіден үлес беремін. Екіншіден бұл жерде мен просто нені қосам да жаңағы олардан плюс-минусын шығарып өзім де сабақ аламын да. То есть тренировка для мозга ғой. Мысалға мен каждый раз удар жасаған кезде ол мысалға әр компания мен үшін бір ерекше да. Ең қызығы жаңа не үшін айтып жатырмын? Адамдар мен жаңа бесплатно көмектескен кездер болды. Әшейін копейка көмектескен кездер болды. Қадіріне жетпейді. Иә, білесіз ба? Ең қызығы рахмет айтамайды ол саған. Рахмет айтамайды. Мына жерде мен бір ретте біреу ішіне келіп, адамдардың мен бір нәрсені түсіндім ма ке? Былай фактке қарай алмайды тіке. Өзімізде де болды. Иә, фактке тіке қарай алмайды. Ол қалай? Мысалға, мен ол жерде мынаны айтқым келіп отырмын. Көп компания келемін. Келген кезде, боқта жатады ғой компания. Былықта жатады. Любой компания былықтан шығарып жатыр ғой біз. Былықта жатады да кәдімгідей. Былықтан шыққаннан кейін мен айтамын ғой, қалай болды жағдай? Не болды десең, білесің ба не айтатын? Анау сен көмектестің деп айта алмайды ғой. Ананы мен істедім ғой деймін. Иә, өйткені дух жетпейді. Сосын тұрамын да айтамын, давай камераға түсіріп берші деймін ғой. Оған да дух жетпейді ғой, элементарно. Не үшін мен дух деп жатырмын бизнесменге? Еще ішіне келеді біз бөлеміз ғой мысалы. Элементарно сотрудниктеріне прозрачный цифр көрсету бар ғой. Е-май, бұттарына жүріп қояды кәдімгідей. Мен кәдімгідей қанша адамды көрдім, сенің көзінше я істейміз дейді да. Мен ішіне кірген кезде сотрудниктер, мен халықтың адамы ғой. Сотрудниктерге келген кезде олар кәдімгі шырылдайды. Айтады да, Бақтияр аға, ертең сіз кеткенсің, бұлар қайтадан баяғы жолды қайталамай ма дейді бізге. Обидно да. Өйткені неге? Анау егесінің духтар жетпейді. Мен сізге не үшін қозғап жатырмын? Біздің Марат бір риза болғанмын бұл жігітке. Кәдімгідей просто айтты, істеді, болды, кеттік. Мысалға, Шымкентке бардық. Біздің ШШ бар ғой, өзіміздің шайда отырған кезде біраз сұрақтардың жауабын алды да, ертесіне шай іштік екенбіз, сондай болған жоқ. Бір сағат шай іштік. Бір сағат шай іштік та, аға,
оның не ойланатыны бар. Мен осы күнге дейін и так косякта жүрмін ғой. Иә. Лучший кошмарный конец. Сол чем кошмар без конца дедік та, не істедік? Разбор басталып кетті. Міне Алланың қалауымен еще ол картада біз Балиға барып келдік Мәкеңмен. Ол картада біздер уже қанша уже бауыр болып қалдық. Иә. Қазір уже қараңыздар да, мысалға Шымкенттің ішінде жүрген компания просто жаңа раз, два, три сұрақ шешіп едік. Алматыда отырмыз. Алматыдан бірақ шығымыз. Мысалға айтады, бүгін ғана айттыңыз ғой деймін, ана Шымкентте 100% объем болса, Алматыда бір клиентім соң 50% істеді дейді, и онымен контракт жасаватым дейді. Осы жерде қарап отырсаң, сізге де ол духыңыз болмаса, Алматы көп адам үшін Нью-Йорк та. Алматы просто көп адам үшін Нью-Йорк. Сол үшін де достар, біздің YouTube каналға қош келдіңіздер. Бар болғаны достар, мен айтамын ғой, денемде жаным болса, қазақтарға қызмет етпей қоймайым деп. Менің басты мақсатым достар, мынау халыққа дейін таза шынайы услугамен таза шынайы халық соған ақшасын төлесе екен деген бір үмітпен ғана жүрміз. Мысалға қазір кеше бізде ана Ялян деген тема шығып кетті ғой. Былайынша оны мен ана өзің сияқты Хуан деген жігіт келеді. Давай аға қойып берейік жұмысын деп ше енді. Сөйтеміз де сол жұмысты қоямыз деп тұрып, алдыға шыққан кезде ол масштабқа шығу керек ол компания. Болды, басқаша вариант жоқ орада. Сөйтіп компанияға қарай шыққан кезде, бізде Ялян деген тема шығып кетті да. Мен алдым да әшейін 3 күннің ішінде 6 точкасын ашып бердім да. Қазақстан бойынша. Оны білеміз. Шымкентте 2 ашылды. Ертең кеше 1-нен бастап 10 қалаға кірейін деп жатырмыз уже. Сол Ялянның темасымен. Уже ана Алтауды қоспағанда ма? Иә. Ол Алтауды қосып 10 қалаға кірейін деп. Ең қызығы біздер өзіңіз сияқты келдіңіз ана күні 2 күнде Алматының 50% рыногын алып кеттіңіз мысалға да. Мен сол кезде түсіндім да, егер де компанияның иесінде дух болса, компания сосын жаңағы кубик, рубик сияқты ары қарай инструмент болды. Инструменті любой жерде бар да. Ал енді Мәке, біз екеуміз азды кепті жұмыс істедік. Біз екеуміз біраз сапарлас болдық. Ортада еще Балиға барып келдік. Ортада Шымкентте біраз мені әйтеуір құрметтеп, сол жерде ас үстімді жерге тигізбей қолдап жүрдің. Алла разы болсын. Бұл жерде былай қылайық Мәке, әңгіменің ашығы халық мына нәрсені жақсы түсінеді да, шынайылықты. Иә. Бұл жерде просто мына ешқандай история придумать етпейік. Просто алайық та. Не бар, соны көрсетеміз. Не бар, соны көрсетеміз. Болды, басқа ештеңе жоқ. Енді достар, былай қылайық. Шымкентте 90% рынокты алып отырған Марат деген жігіт. Именно өзінің саласынан. Енді ол жерде давай цифр айтпай қояйық, достар. Өйткені ертең жаңа тәлпішем шығасыздар жаңа, ол налог қанша төлеп жатыр, анау төлеп жатыр. Ол өзіміздің әңгімеміз. Сол үшін де давайте цифрмен сөйлеспей қояйық, но бірақ процентажбен өзін келтіріп отыр, иә. Ассалаумағалейкум. Қадірлі достар. Бәкеңмен біз алғашында Инстаграммен таныстық. Сосын Бәкең шайына қатыстым. Сосын 1 сағат шай іштік екеуміз. Ары қарай жұмысымыз басталып кетті. Мен өзім таныстырып өтейін. Шымкент қаласынан боламын. Шымкент қаласында фастфуд саласында бүкіл фастфудтарға ет жеткізіп береміз, мариновать етіп. Сол бойынша где-то 80-90% рынокты біз өзіміз жеткізіп беріп отырмыз, қамтамасыз етіп отырмыз. Бәкеңмен танысқан себебі біз жаңа масштабқа шығу ой болды, бірақ қалай шығу керек екенін білген жоқпыз. Ал жаңа масштабқа шығу үшін Бәке алдымен компанияны дайындау керек. Иә. Аслында фундамент дейсіз ғой. Барлық бизнесмен ойлайды өзінің компаниясын идеальный деп. Бірақ мен бір шайда сізге бірақ сұрақ қойған кезде жаңа рынокқа шығатын болсаң компанияңды ретіне келтір дедіңіз. Иә. Фундамент дұрыста деп. Себептерін айттыңыз, қалай ретіне келтіру керек. Ол нәрселердің почти 60% менде жоқ еді. Сосын мен сізге обращаться еттім. Иә, Бәкең гонорары арзан емес. Мен ол жерде какой-то 10 минутта шешім қабылдай салдым. Болды, мен сізбен жұмыс істеймін дедім. Неге? Өйткені маған масштабқа шығу өте важны болды. Бірақ өзімнің ойымда Алматы емес, бірінші қасымдағы кішкентай райондарды алу. Мелкий грабеж, короче. Алматы, Астана менде ең соңындағы спискалар еді. Шын керек. Өйткені ол үлкен қалалар, оған есе маған опыт керек дегендей болды. Бәкеңмен разбор басталды. Бізде, егер білсеңіздер, эксперимент деген жерде Ало лаваштан бастадық. Негізі Ало лаваш кафесінен басталған себебі біз ол кафені масштабқа шығарып, сол кафе арқылы біз өзіміздің етті рекламировать ету болды. Мына жерде толықтырып кетейін, достар. Достар, мысалға қарасаңыздар, мақсат дейміз ғой. Мақсат бізде масштаб болды. Мақсат біреу-ақ. Бірақ оған апаратын жолымыз біздің 52-55 стратегия дейміз ғой. Стратегиямыз 100 түрлі болуы мүмкін да. Сол сияқты достар, мына жерде мынандай нәрсе да. Қараңыздар.
бар болғаны мысалға біздер көрдік, гипотеза жасадық. Біз айттық қой, ақшасыз менде, достар, тағы да қайталап айтамын, менің основной принципім ақшасыз или кішкентай ақшамен нарыққа шығу. Потому что қазір ол өйтпесек, ол компания, мен айтамын ғой, ақшамен любой дурак істейді, дұрыс па? Ақшамен любой дурак істейді. Сен попробуй ақшасыз істеуге. Вот сен бұтыңа жіберіп қояды, көбісі. Сол сияқты ол мысалы қазір Алматыға қанша, примерно қанша миллионмен шығып жатыр? Мейзер ғой. Мейзер, копейка, даже бір 1-2 миллион теңге. Есептеңізші, 1-2 миллион теңге бизнес аша аласыз Алматының рыногынан. Мәкең ашып жатыр. Бұл жерде айтайын деп жатқан алау лаваш не үшін шықты? Бірінші алау лавашпен көрейік дедік біз. Алау лавашты көрейікші, осы арқылы шығарайық, сосын біз өзіміздің клиентіміз создавать етейік дедік. Сөйтіп қарасақ, алау лаваштың үшін арылеу керек болды. В общем, қымбатқа түсіп кетеді. сүңгейтін болдық, еще ақша кететін болды ана жерде. Қымбат проект болды ғой. Біз не істедік, алау лавашты сырттық та, давай басқа жолын көрейік. Басқа жолын келген, мен всегда айтамын да, японский метод деген бар, американский метод деген. Японский метод. Японский метод айтады, не істейді? Біздерге дейді адамдарды аяқтан выращивать ету керек дейді. 3 жыл, 5 жыл адамдарды дайындауымыз керек дейді. Американский метод айтады, братаны, короче, бізде уақыт жоқ. Рашид етілгендер сатып аламыз. Сатып алуымыз керек дейді да. Адам сатып алуымыз керек дейді. Мен ана сіздерде как раз Кентау бар ғой, Хайруллаға несі? Хайруллағаның Кентауда, мысалы Хайруллаға деген бар, 1300-1500 адам жұмыс жасайды. Ол жерде олардың өздерінің колледждері бар ана жерде. Рашид етеді олар. Сонымен мен тұрамын да, Хайруллаға келем, Хайруллаға сіздер енді қазір әзенді ұртып сауатсыздар ғой, деймін да. Қазір қандай проблема бар деймін да. Сіздер деген университеттеріңіз бар, сіздерді 1300 адам басқару ол екінің бірінің қолынан келмейді да, по сути. Сонан өйсіп, не то что 100-дің бірінің қолынан келмейді, былайынша алғанда. Университет создавать ету бір компания үшін. Сол кісі тұрды да, өйсі де мені ертіп ата жүріп бақ деді, мынандай терезенің арғы бетіне апарды да. Қараш дейді, ана жерде дейді да, работу в Америке деп тұр да. Айтады, қараң дейді, мен адамдарды 9-шы класс бітіреді, сол күннен бастап колледжге түсірем дейді. Түсірем, оқытам, бүкіл нені инженерлікке дейін әкелем дегенше 5 жыл, 7 жыл уақыт кетеді дейді. Мен инженерлерге 1,5 миллион айлық берем дейді, 1,7 миллион дейді да. Аналар дейді да. Короче, 20 мың доллар, 30 мың доллар айлық береміз. Еще қалған перелет бәрін өзіміз істеп береміз. Жүріп кеттік бізге деп. То есть, по сути, американдықтар ойланбайды да ешнәрсеге. Сатып алып, болды. Біз просто Алматыға не үшін біз жаңа 1-2 миллион теңгемен кіріп жатыр мәкең. Просто алды да қазір Алматыда просто сол методты қолданып жатыр. Біз болды сатып алып жатыр адамдарды, грубо говоря. Жаңа ана айтып жатқаным, сөздеріңіз бөліп жатқаным, мақсат всегда біреу. Бірақ оған апаратын жол миллион. Біз Алматыға кірдік, бірақ әлі оның үшін қазір шлифовать етеміз, әлі добивать етеміз. Алла қаласа осы 1-2 айдың ішінде не только біз жаңағы өзіміздің узкий направление, анаугүн не істеген сияқты бүкіл ресторанный бизнес бізден зат алатындай қылып жұмысқа келеміз деген план бар, жоспар бар, Алла қаласа. Мәке, сөзіңізді бөліп жіберіп жатып, кешірім сұраймын, ана халыққа просто тапсырлеп, мен ана өзіңіз басқарып үйреніп қойғансыз. Ол бір, екіншісі ана бизнес тапсырлеп екен. Барынша жатығымен түсіндірсеңіз халық түсінеді да қазір. Қазір модный сөздермен емес, қарапайым сөздермен түсіндіріп жатсыз. Бәкеңнің бізге компанияға келген кезде бірінші компанияның агрессиясы, рабочийлардың агрессиясы басталады. Жаңа біз келісіп тұрғанмен команда келіспейді. Ол жерде командамен ортада мостик боламыз ғой. Командаға жатығымен түсіндіреміз, сізге болды бәке. Сізге духымызбен көрсетеміз. Осындай болады бәке, өзім көндіремін, уайымдамаң. Бір жақсы жері бізде 1 жыл бойы істемеген жұмыстарды біз қанша 20 күнде істеп тастадық бәке. 20 күнде. Оның арасында 10 күн балиы бар да. Мектепте? 10 күн балиы бар. Қалған 10 күндікте. 10 күн істедік болды. 10 күн максимум жұмыс істедік. И кеше осы Алматыға келер кезде, енді мысалы Алматыға аптаның 2 күні Алматыда жүрмін ғой. 2 ортада жүгіріп жүрміз. Соны анализ жасап жолда келе жатырмын да. 1 жыл бойы мен бұнша километр жүрмегенмін. Bir жыл бойы бұндай мен проекттер істемедім. Какой-то 10-15 күннің ішінде, 2 аптаның ішінде. Балиден келгенімізге әлі 1 ай болған жоқ. Мен 1 ай болды. Оның ішінде 10 күні дем алдық, 20 күні максимум жұмыс істедік. Енді жаңағыдай істеген жұмыстарымызды бәкең екеуміз білеміз.
Ал осы жерге Алматыға жетіп келем дегенше бізде кемі 7-8 вариант болды. Қалай масштабқа шығамыз деген. Біз не енді ана қағаз жүзінде біз нелер сатпадық. Қалай сатпадық та. Лучше тупой карандаш, чем острый память. Ана проекттердің әлі бар. Блокнот что стоит? Ол черновиктің бәрі бар. Бұл история. Менде қалады. Жаңағыдай осыған қарай бір күліп аламыз. Может, ертең бізге не выгодно, қазір не выгодно болған черновик, ертең может алдымыздан шығуы мүмкін, иә. Оның бәрін сақтап қойдым. Ол жерде біз специя да саттық. Любой нәрсе саттық. Любой нәрсе саттық. Соңында қысқа жолын тауып алдық. Тапқан күннің екінші күні уже Алматыға шығып кеттік. Таптық, болды. Ал көп адам ойлайды, компанияны жүйеге қою қиын деп. Оказывается, Раз, два, три. Мына жерде Балиге барған кезде ғана түсіндік қой біз. Балиге барған кезде соңғы 2 күнде трансформация, осы соңғы 2 күнде болады трансформация ше. Ана жерде балдар орында отырамай, неше мың километр алыста өздерінің компанияларынан, бірақ уже прям жаждет етіп отыр компанияларын ретіне қоюына. Прям компания былай судың бетіне шығып келді, әрқайсының өзінің несі бойынша. Бұрын операционкадан шыға алмайтынбыз. Бұлдай сізбен отырып шай ішу бер жақ тұрсын, жұмыстан босай алмайтынбыз. Шымкенттен шыға алмайтынбыз. Страх болатын, басқа болатын. Жаңа сіз айтып отқандай, всего лишь дух екен ғой. Бірақ нәрсе. Білім менде жетеді екен. Өзіңіз айтқандай, екеуміздің ұстазымыз бір. Мен ол адамды да сіңіріп алғам. Бірақ жолын таппай жүргем да. Жолын таппай жүргем. Ана көп тренингтер бар ғой, енді ол тренингтер керек. Неге? Өйткені бізге информация құйып береді. Информация мен бір таңғалғаным, Мәке. Мысалға, мен 2015-те Давлатовта алған информацияны 2022-де қолдандым. Мен мысалға сізбен жолыққаннан кейін алған информациялар қай жерде қолданамын деп компанияма тығасын қабылдамайды ғой. Жүйеге қоймай жатып оны білмейтін да. Қазір енді өзім ойлап отырмын. Ана информация әлі маған керек жоқ екен да. Оны тығып тастаған қажет жоқ. Ол уже даже лишний болып қалады. Ол мен босқа компанияны құртып алады екенбіз да. Баяғыда Давлатовта оқыған кезде айтатын, әр информацияны сен жөн біліп пайдаланбасаң, компания 2 есе артқа кетіп қалуы мүмкін деген нәрсе да. Кеше мен ана осы жөнінде не айтайын? Кеше ғана мен сторителлинг салдым ғой. Көп компаниялардың иелері, даже ол Toyota компаниясының болған даже историясы да, даже ол менде болған история да. Біздер не істейміз, идеальный компания құрғымыз келеді да. Өйткені, блин, шыны керек, адаммен жұмыс істеу оңай емес. Оңай өзің көрдің ғой кеше, элементарно. Вроде раз, два, три әңгіме, но бірақ ол әңгіме аше жету қиын да, потому что не шаблон да. Сол кезде мен жаңа түсіндім, неден басталды бұл әңгіме? Жаңа информация жүрге. Жаңа айтайын деп отырған информация пайдалана білу да. Мысалы, мен Ақтаудан келіп тұрмын. Бүгін азында түстім Ақтаудан. Ақтауда осы жұмысты шешем дегенде 1 жыл бұрын Айденес қойған ғой. Енді Айденес жаман деген сөз емес та. Бұл жерде айтайын деп отқан. 1 жыл бойы ана қазған ғой. Блин, келген кезде бар ғой, анау Айденескінің фанаты ғой, короче, бар ғой. Короче, Айденескі шашып тастаған анау университет салып тастаған ғой, грубо. Айденестен кәдімгідей экзамен алып отыр. Егесі бар ғой. Мен тұрамын да, хорошо, давай. Ой, айтады, Айденеске тиіспе, Айденеске өте береміз, Айденеске өте қоймайды. 3 күн болды. Блин. Кәдімгі анау зомбированный адам сияқты болып қалған да. Мен келдім де, давай, шындыққа қарайық дедім. Аламыз да, түк еткізіп. Айденескіге да, хорошо. Маған плюсы қандай? Ол жақта информация бар ма? Тарс информацияны әкелемін де. Білесің ба? Айденескіге кірген күннен бастап компания 50% артқа кетіп қалған. Саудасы артқа кетіп қалған. Оны да білемін. Еще айына 5 миллион минусқа кетіп қалған. Айына 5 есептеші. Ана арада адамды жинап алған, анау Айденескінің шегі жоқ, ана Айденескінің ішіндегі бала мынандай, қолтығы мына жақта олайынша ше. Мен айтамын, сұрақ шешетін Айденескі емес қой. Сұрақ шешетін ол сенің сырымың емес. Сұрақ шешетін ол модель. Адамдарға қарым-қатынасы бағана бірінші сөзімді айтып кеттім ғой, мысалға. Адамдардың просто өзінен төмен адамдағы, төменде болғанда сотрудник деп алайықшы, сотрудниктерге адам сияқты қарауға эгалары жібермейді ғой. Қандай ғой?
ол 1С-ті қою менде болмады дейсіз ба, менде болды. Просто мен любой методтың сутіні сұрайтынмын да, профессионалдарға баратын. 1С-ті істейтіндермен сұрадым. Суть не мына жерде? Сутін айтқан кезде мен компаниям прекрасно жоғатып алатынын білгем. Ол жерде маған тура келмейтін форматтар бар, оны қоймасаң 1С жұмыс істемейді. Болды, не дейсің? Сол сияқты ол просто. Сол сияқты, ол жерде бір системада жаңа сіз Toyotаның болты сияқты бір болт бұра алмаса, қалған система жұмыс істемейді дегенде. 1С дәл солай. А менде ол 1С тура келмейтінін білгеннен кейін, сутін сұрағаннан кейін мен оған кірген жоқпын. Білдім, қалай істелінетінін да. Жаңағы кісі айтып жатқаныңыз, ол кісі сутін сұрамағанда бұл. Сол кеше ана просто 3-ақ күнде шейін көзін аштық та. 3 күнде жүйе қойды. Ең қызығы, ана компанияларға кіріп, ана компания өсіп жатқан кезде, мен андай рахаттанамын, өскен кезде компания рахаттанамын. Енді ол кісі қазір сезбейді. 15-20 күннен кейін самолет апер десеңіз, жаңа айттым ғой, самолет аперуге дайын болады компания негізі. Сол имеется в виду, ол кісі емес, вообще полный кісілерге мен. Негізі вообще проблема мынандай ғой. Компания былықта жатқан кезде, оны шығарып алған кезде егесіне бересіз ғой. Сол кезде құшақтап сүйеді ғой, просто. Жаңағыдай енді гонорарыңызды естіген кезде, енді бәрінде адам ғой, тем более бизнесмен выгодан ойлайды. 50-50. Сен маған не бересің, мен саған мынаны бергенде дегендей. Ал енді ана баста 5 минутканы өткізіп жатқан кезде, мен мына клоун емес па деген ой келеді. Любой компанияның хозяйына. Жынысың ба? Жынысың ба? Мен саған берген гонорарға физраткаға бердім ба? Любой физрук 150 мыңға істейді ма дегендей да. Ондай ой болады. Бірінші, екінші күні 5 минутканы қояды дейді. Ал енді кейін соңына келген кезде шешіміне қарап, білмеймін, мен өзім сабырлықпен до конца көремін, еш нәрсе айтпаймын. Өзіңіз де көрдіңіз ғой, Балиде де сондай болды, мына компанияда да сондай, мен ештеңе демеймін, просто анализде жүремін, итогі көремін да. Бір қуанғаным Мәкеңе, Мәкеңде мынандай нәрсе бар екен де, короче, сіз келдіңіз ғой маған дейді да, болды, сіз не айтсаңыз соны істейік, сосын соңын күтейік дейді да, ең күштісі сол да. Ол мендегі болғанда қасиет осы екен да Мәкең. Мен мұғалімдерге өте преданныймын ғой. Мұғалімдерге қатты преданный. Мен мысалға айтайын, мен Давлаттың фанаты болдым. Сізбен жұмыс істескен кезде бір апта или 2 апта екеуміз даже Балиде де спорласып қала бердік. Мына жерде мынандай болғанда екеуміз бір жерде оқыдық, неге сіз мынаны қолданшы, даже Балидің жарты күніне дейін мен сізбен спорластым ғой. Мынандай болғанда сіз мынаны істемегенсіз ғой, сіз неге мынаны істемегенсіз. Сондай менде де преданность болды. Енді қазір мысалға мынандай білімді бөліп пайдаланамасаң, оны шетке қойып, лучше пайдасы бар кішкентай біліммен эффективность жағына өттім мен мысалға да. Бірақ мен бұрынғы ұстазымыз, сіздің де ұстазыңыз, менің де ұстазым, ол кісінің методы жаман деп айта алмаймыз. Ол кісіден әлі аларымыз көп. Мен өйткені бір күндері мен жаңағыдай сырттан әңгімеде шығып кеткен ғой, мен айтқам, осындай олардың учениктермен жұмыс істейсің, осылай болады. Сол көздері қанқу-санқу әңгіме ғой жаңа. Сыртына әңгіме кетіп қалған ғой, дұрысын айтқанда. Ой, Бақтияр мұғалім бір едал деген сияқты. Сол сияқты ол қараңыздар достар. Мені слесарьліктен шығарғанда болады. Қалай айтса да, кім не демесе де. Мен поварлықтан шығарған сол кісі. Мені предпринимательден үлкен Қазақстанның аумағы жаңа мен қызым айтады ғой, папаң қайда жұмыс істейді десе, байларды оқытады. Сол кісінің білімімен болды. Мені просто үлкен кәсіпке, үлкен бизнеске шығарған ол Жексен. Қалай айтсақ та, олар менің мұғалімдерім. Қалай айтсақ та, өйткені олардың инструменті болмаса, мен сол баяғы өсуде қалам ғой. Бұлай айтсақанда, Поэтому достар, просто әркімнің өз жолы бар. Әркімнің өзінің өткен пути бар. Поэтому біздер көбіне не істейміз, мына жақта мынау адамның инструмент жақсы болса, ана инструмент жамандаймыз. Жоқ. Ол дұрыс емес ол. Әр жерден бір идея аласың. Мысалға мен целый бір кітап оқисың ғой. Бір кітаптан бір идея аласың да. Хотя нарда 10, 15, 50 инструмент болуы мүмкін. Былай ғой, мысалға мен Давлатты оқыдым. Қолданар жерді қолдандым, қолданамайтынын білмедім. Сізбен не істедім мен? Спорластым. О спор итоғы шешім да ол. Спордың соңы. Шешім қабылданды. Енді сіз не істедіңіз? Мен Жексен Васильевичке бар оқимын ба деген кезде менің өткен жолымды өтіп не қыласың? Да и так мен 10 жыл
жоғаттым. Лучше менімен 1 жыл жұмыс істейші дедіңіз. 9 жылың эконом болсын дедіңіз. Алдым да мен сен, болды, давайте мен сізбен істеймін. Өйткені сізде 2 ұстаздың білімі бар. 9 жылым экономдағаным дұрыс қой маған. Сол сияқты да, оны біреуін жамандамаймын. Өйткені мен Жексен Васильевичте оқыған жоқпын. Бірақ мен білім, менің ортамдағы балдар мықты, систематизациясын қойып тастады өздерінің компанияларын. Мен айтайын, менімен бірде етпен айналысатын жігіт бар. Қазір Өскеменде прям үлкен торговый домдарды ашып тастады. 95-ші жылы балам. Ол жігітті мен сөйлескен кезде екеуміз хотя бір регионда, бір салада жұмыс істедік, ол өсіп кетті да. И ол мен ақылдасам мен осындай десем, аға сізге білім жетпейді. Компанияңыз, дәл сіз айтқандай ғой, компанияң өсіп кеткен, сенің өзің өспей қаласың. Неге ақылдаспадыңыз, неге профессионалдармен сөйлеспедіңіз деді. Сіз өзіңізге ұстаз табыңыз да, ары қарай жұмыс істеңіз деді. И мен сізге келдім ғой, келген кезде айттым ғой, мені қолымнан ұстап сүйрейтін болсаңыз, давайте дедім. Егер жаңағыдай тек қана Инстаграмдағыдай информацияны беріп кететін болсаңыз, лучше откровенно сөйлесіп алдық екеуміз. Сонымен не істедік? Болды, компания ары қарай. Компанияда жүріп жатыр, өзімізді өсіп жатырмыз. Бұл жерде достар, негізі енді көп жағдайда біз 4 түрлі жолдан өтеміз. Біріншісі не? Команданы определять етеміз. Кім бізде Лев Толстойлар, кім бізде действительно Гераклдар, кәдімгідей жауға шабатындар. Екінші этап бар, екінші этапта біздер уже инструмент лин технологияны бастаймыз. Бағана айтып отырмын ғой, мысалға эффективность деген не деген кезде, эффективность ол просто количество процессов болды. То есть мысалға бізге там 15 процессті ұстап тұрудың қажеті жоқ та. Количество результатов да. Ал просто алайық та, оны несек, мысалға мен осы арада бір пример айтқым келіп тұрады, білесің ғой, еттің пример, мен үшін үлкен пример сол да. Қызылордада осындай полуфабрикатпен айналысатын кісілерге барамыз ғой. Енді сол жігіттің бірақ енді маған деген рахмет әлі дейін ағажан деп аяғым жерге қоймайды. Жаңа өзіңіз айтқансыз, самолет әперді дайын. Сол сияқтанып, сол кезге келген кезде ең үлкен маған қиын болған компания, қиын емес, мен үшін сынақ болған компания сол жер болды. Өйткені ана жерде 65-70-тегі апалар жұмыс жасайды. Айтып бердіңіз оны. 65-70-тегі апалар жұмыс жасайды. Енді мен орайға келіп 5 минутқа жүргізейін деп тұрмын, есептеңізші. Жас болса мақұл айтқансыз. Біз еще орда 2 компания, мына аяқта бір есік, мына аяқта бір есік болса, мен бір компаниядан уже шулап жатыр ғой. 5 минуткін білесің, катастрофический, кәдімгі дрессировка, кәдімгі эмоция, там вообще там көп нәрсе бар ғой. И мынау аңнаққа естіледі ғой же. Енді мына жақтан шығып ана жаққа барған кезде айтты ғой, балам тұра тұр дейтін. Айтады. Давай келісіп алайық. Біз отырып сөйлесіп алайық бірінші деді да. Біз отырып сөйлесіп алайық. Сосын ары қарай не істесең оны істе бізге деді. Блин, қарасай мынандай өйстіп отырғызып қойды ортаға. Қысқырда білесің бе, мынандай әңгіме айтты ғой. Балам дейді, біздің жасымыз 70-те дейді. Біз пенсиядағы адамбыз дейді. Енді дейді, біз осынша жасқа келген кезде біз жұмыс істеуге бізге желаниеміз бар деп ойлайсың ба дейді. 70-ке келгенде. Бізде немереміздің қасында болғымыз келеді. Есептейсіз, бізде просто бала шағамызбен қыдырғымыз келеді. Сен сияқты балаларымыз бізде санаторияға барғымыз келеді дейді. Но, извини, дорогой дейді, сен сияқты адам жоқ болғасын, бізде не істедік? Бар болғаны, мына жерде жұмыс істеп жүрік дейді. Мынандай столдың үстінде, представьте, ана кісілер азанда 10-12 сағат тұрып жұмыс істейді ғой. Елеген денсаулық. Ана жерге, потому что ис бар ғой. Ана жерге жастар жұмыс келгенмен намыстанады. Сонда, ана балалар айтады, сен анаң жоқ па біз сияқты дейді. Нажалызды айтып отыр уже. Ну, это реально әңгіме. Жоқ, оны түсіндіріп жатыр да сізге. Анаң жоқ па біз сияқты. Анаңды өйстіп біреу жұмсап жатса не істейсің деді. Яғни арада мен деген, вот мен үшін реально үлкен сынақ болды. Сол кезде мен просто жаңа мысалға біздер әр компанияда бірінші этаптан өтті, мен бірінші этапты уже алдымда екінші этап қойды. Мен бірақ былай айттым. Тәтелерден давайте бізге маған бір ай уақыт беріңіздер. Егер де мен бір айдың ішінде сіздердің сұрақтарыңызды шеше алмасам, сіздердің қалталарыңызды көтере алмасам, сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдете алмасам, міне мынау егесі тұр.
Менің гонорарым білесіздер, бір тиын ақша алмай шығып кетемін арадан. Дедім. Болды, көрейік деді. Бізге тиіспе болды деді. Бірінші этап кетті. Бірінші этап уже отпадает уже. Все, сен уже жұмыс істемейді уже. Болды уже. Мен келіп тұрмын ананың ішіне. Қараймын мысалға, ана айдасың жігіт бар, андай фарш шығаратын аппарат тұр. Мен айтамын, мынау аппарат күніне қанша тонна фарш шығарады дегенсіз? 60 тонна фарш шығарады деген да. 60 тонна. Так. А біз қанша шығарып жатырмыз? 800 килограмм дейді. Иә, мен айтамын, короче, братан деймін да. Сен просто Феррари сатып алдың да, 360 километр жүретін. Онымен қаланың ішінде 30-мен жүріп жүрсің деймін да. Жигулидің несімен жүрсің да. Екінші сұрақ айтамыз. Сен мына фарш жейсің ба деймін да. Ақыр жынсың ба дейді да. Түген арзан еттен жасалатын фарш. Мен айтамын, вот вопрос осы жерде. Мына фарш қалайшан өзіміз жейміз. Сол күні компанияның берекесі болады. Оны сіз маған балиді еттіңіз ба? Иә, мен барып жедім ғой. Сол сияқты, мынандай жерде мен жаңа лин техно екінші этапта айтып жатырмын да. Қарап тұрдым да, сол кезде қарасам, біз жаңа апаларға олардың қызметіне пышақты алып алады екен де, без алумен жұмыс жасайды екен да. Ет тазартады да? Без алумен жұмыс жасайды. 12 апа сонымен жұмыс жасайды ғой нарда. Азынан кешке дейін. Есептекпен былай олардың айлықтарын есептекке қарасақ, 1 килограммына 30 теңге артық қосылады екен. Фаршқа. Етке. Мысалы 1 килограмм ет там условно 1000 теңге алсам, 30 теңге болады деген сияқты ғой. Мен тұрмын айтым, давай осы жерді дұрыстайық. Поставщиктер шақыр дедім. Поставщиктер шақырады. Айтам, давайте біз сіздерден 800 теңге ет алып жатырмық па, иә. Давай біз сіздерден 850 теңгеден алайық деймін. Қуанады. Иә. Бірақ көрдің ба, адамдардың көбісі осындай бүгінгі 5 теңгеге поддавать етіп қалады да. Өзіңіз айтқан сияқты, мысалы мен даже консалтинг келсем, ол бүгінгі менің төлейтін гонорарымды төлейді да, но бірақ компанияның болашағына кесіп тастайды да. Ана орыстарда мынандай сөз бар. Сегодняшнего враг будущего деген ше. И ана жерде аналар деген атжаныз давай біз істейміз дейді. Бірақ деді енді. Бірақ біздің қыздар бір түйір пышақ алмайды. Таза кезінде. Иә, міне мынандай ет келе ма? Бірағын былай қоямыз. Таза етті былай қоямыз. Ет бірден просто тұрады да. Неге кіреді? Мясорубкаға кіреді. Сол кезде білесің ба, бір оқпен біз бірнеше қойындаттық да, шейін бір оқпен. 12 апа жұмыссыз қалды? Жоқ. 12 апаны біз просто мынандай астына мықты кресло бердік та. Просто олар енді уже пельмен, ручной қол пельменмен қол мантысын лепить етуге қойдық та. Аналар, апалар... Сокращение болған жоқ? Сокращение болған жоқ. Аналар, апалар азанда сағат 9-да келсе, 3-те қайтатын болды да. Объем бітіп қалады. Апаларға уже объем жетпеді. Ақшалары көтерілді үшесе егесе. Ең қызығын айтайын бұл жерде. Оказывается, алдында анау ет, мал сойылып, мынау клиентке барам дегенше 4 рет, 5 рет морозильникке кіреді ериді екен. Ол кезде качество құрылады? Есепте, уже әр рет жаңағыда не қойылған кезде ол ет свойствосын жоғалтады. Сол жерде не кетіп қалып жатыр да, бізде качество кетіп қалды да. И ана мына жүйені қойған кезде лин деген не? Лин это тощий, худой, без жира дейді да. Артық заттың бәрін алып тұр. Біз ештеңе істеген жоқпыз. Бірақ сол результат. Иә. Енді бізде не пайда болды? Бұрын деген мынандай холодильный 3 не тұратын контейнер. Екеуін отключать етіп жатыр. Потому что ет уже келгенде мясорубка кіріп жатыр да. Келгенде мясорубка кіріп жатыр да. Енді есептеңіз да, сол жерде өстіп қарасам, екінші этап сауда өтті. Лин технологиямыз да, екінші этап. Ол сізде де біз бірді көрдік, алла-лавашпен, екі өтіп кеттік. Бірден екі өтіп кеттік. Өткен неге? Бұл жерде көп адам жаңағыдай, ана тоже келген кезде, мен бірден айтамын да, саған результат керек пе, әлде менің жүрген уақытым керек пе деймін. Енді қазір айтасыз ғой, сіз айтып бересіз. Жаңағыдай біз Балиден келдік қой. Балиден келдік. Сосын цифрамен жұмыс істедік. Компания қанша процентте болған кезде прибыльді болады дегендей. Менге онсыз да өзі стандартқа кеп тұр еді. Сіз айттыңыз, ары қарай улучшать ету, линді қойсаң, улучшать етесің дедіңіз. Сөйттік та мен не істедім? Месікке айтпай 2 күн жоқ болып кеттім, яғни кешіктім деген кезде
зато результаты бар дедім. Мен алдым да жаңағыдай қымбат, бірақ сол салмақты беретін окорочканы алдым. Даже одан да көбіне. Бұрын мен балдарым таңғы 3-тен кешкі сағат 3-ке дейін жұмыс істесе, қазір таңғы 3-те тұрады да, бірақ 2-де жұмыс бітеді. Обедте бітіріп тастайды. Кейде 11-де бітіріп тастайды. Неге? Жаңағы қымбат болса да біз ананы алдық. Енді қараңыз, бізде отход шығатын. О отход тоқтады. Морозилкада тұратын. Морозилканы қысқарттық. Сосын отход сататын жолға біз қайттан логистика қоятынымыз шығын да оның бәрі. Оның бәрін есептедік та, біз не істедік? Иә, біз до этого осы окорочка қымбат болады, алмайтын едік. Өйткені бізге не выгодно еді. И жаңа линді бәрін қолданғаннан кейін біз енді шештік, тек қана мынаны аламыз дедік. Енді ол жерде бізде мынандай нәрсе болды. Процентке қойғаннан кейін сокращенияға. Енді қараңыздар, осы жерде біз уже көрдіңіздер ма, бірінші біз командамен жұмыс істедік, екінші линді өткіздік, үшінші біз үшінші этап. Ол финанс и автоматизация. Уже осы жерде уже финансқа кетіп жатыр. Аха. Келген кезде енді өзіңіз ойлаңыз, бұрын таңғы 3-тен 5-ке дейін балдар шаршап жұмыс істеп жатса, қазір 11-де бітіріп қояды. Енді ол жерде сокращение басталады. Адам көп, жату уақыты көп, демалу уақыты көп, энергия көп болғаннан кейін лишний ойлар келе бастайды. Слабыйды. Бездельник солдат. Иә, жаңағыда бездельник солдатты определять етуді бастады. Мен сізге айттым, арасында төбелес басталды бізде дедім. Бірін салысу бастады. И мен сізге келдім, сіз айттыңыз, давай былай істеу керек. Сокращениені қаламаймын дедім. Өйткені маған менің түпкі нем ашқан кездегі мен жұмыс орнын көбейтем деген. Мен ақша таппаймын, бірақ жұмысшы орнын көбейтем. Осы нәрсені мен, егер мен ақшаға бола сокращать ететін болсам, онда мен бірінші ашқан кездегі немімді, ұстанымды қолдамаған болам дедім, өзім ұстанымымды. Сөйттім де мен сізге айттым, сокращать етпеймін дедім. Бірақ мен лучше масштабқа шығам дедім. Алдым да, не істедім? Жігіттер, ешкім еш жаққа кетпейді. Бірақ мен сендерге объем тауып беремін дедім. Бұл жерде енді қараңыз. Олар ешқайсысы сокращать етпейді, наоборот маған логистикаға 2 адам керек. Всего лишь мына жаққа жеткізіп беріп отыру керек болды. Ал бұрынғы босқа отходқа жұмыс істеп жатқан холодильник бізге қазір енді плюсқа жұмыс істейді. Осы историяға ұқсас, Шымкентте сәт бар ғой, Рахымжан аға. Рахымжан аға келсем, оның да уже компаниясы уже пигінде тұр. Мен айтамын, Рахымжан аға, мен сізге керек емеспін деймін да. Қойып тастаған да. Иә, мен айтамын, зачем мен өз-өзімді алдаймын деймін да, брат. Сіз уже мен наоборот сізден алуым керекпін деймін да. Сол кезде тұрата жүр бақтар керексің дейді. Сонымен сол әңгімелесіп отырсақ, оказывается ол компанияда адамдар пигіне келеді ғой, мысалға 2 адам бірдей шығып қалады ғой, лидер болып. Біреуін жұмыстан отпускать етеді екен да. Осы жерде айтамын да, Рахымжан аға, екінші точканы ашып жібергенде, зачем сіз өзіңіздің конкурент істейсіз? Почему неге олармен партнер болмайсыз деймін да. Ол қалай дейді? Мен айтамын, олар болса да барады да қазір. Кредитін алады, басқасын алады, ана жұмысты бастайды деймін да. Давай, жаңағы Американың несін қолданайық. Готовы тұр ғой. Оларды сатып алайық. Оларға инвестировать етейік. подвал тола. Потому что бизнес без команды это ничто. Болды, команда керек, болды, адам керек бизнеске, болды. Сонан тұрамын да не істеймін? Қызылордаға барып, бұрыннан шығып кеткен балдар өздеріне бірдеңе кредит алып, бірдеңе ашып басталатын кішкентай магазин. Рахымжан аға барып айтты, мен сендерге магазин ашып беремін. Кеттік, партнер боламыз. Олар пикке жеткен балдар. Иә, болды, уже оларға сен сотрудниктің өзі түбіне жетеді ғой. Одан кейін ол предприниматель өткізбесең, ол хочешь предприниматель болады. Или сенмен, или сенсіз предприниматель болады да. Сөйттім де мені сен солай, ол кісілер қазір 3-4 точканы ашып тұтты. Кеше уже осы, бүгін неше 27-сі ғой? Бүгін как раз не Шымкент, Түркістанда открытиесі болып жатыр. Вот 3-4 точка. Вот то же самое, сіз соны істедіңіз да. Енді қараңыздар, міне екінші этап бізде финанс дұрыстап аламыз, автоматизацияны дұрыстаймыз. Автоматизация деген сөз, это ойламай қойыңыздар, барып жаңа опять же біз сырем-ремге кірмейміз. Самое главное, біз есебіміз дұрыс болса болды. Ол мына Германияда бір магазин бар екен да. Германияның 90% рыногын сол алып отыр екен да. Енді ана магазинде бірде-бір сырем жоқ. Қолдарында маркер, мынандай әшейін қағазды алып, нараға жазып кетеді болды. Маркермен жұмыс істеп жатыр, тетрадпен жұмыс істеп жатыр. Клиент өзі жазып кете береді. Бірақ
әлем бойынша 90% рынок ұстап отыр. Әлем деп Германия бойынша 90% рынок ұстап отыр да. То есть CRM деген кезде адамдар ойлайды бір грандиозный космос. Мен айтамын, любой CRM әшейін. Мысалға там айына 10 мың теңге төлейтін CRM сен бүгін сұрағың шешеді, егер де сен не қалайтыныңды білсең, мақсатыңды білсең. Не істедік? Үшінші этап бізде CRM и финанс, төртінші этап не? Міне, уже масштабқа келдік. Ал давайте масштабтың өзінің шет жағасын айтып жүр. Неге Алматыға келдік? Алматыдан не алдық өзіміз? Алматыға келген кезде бұл жерде енді ағам мен інім бар. Ол кісілер де осымен айналысып. Сөйттік та біз келген кезде, до этого мен Алматыға кірмеймін деген, өзім бауырларыма мешет етпеймін деген да. Ал сонымен кейін не істедім? Мен ол кісілермен жолыққан кезде, келе бер, сенсіз-ақ жетеді деді. Клиент үлкен, рынок үлкен. Өз тілім өзіме жауап. Иә, сөйтіп бардым да. Не істедік? Бар осы контракт істедік. Бұрын сол кісілерде мен рабочий болып жұмыс істегенмін. Қазір олармен партнер болдым. Болды, всего лишь контракт. Ал ол жерде жұмыс істегені доверие. Өйткені мен баяғыда олармен былай істегенмін. Доверие. Отношения и доверие. Ол кісілердің маған сенгені менің продукциямды көрген де жоқ, басқа да істеген жоқ. Просто саған сен болды. Маған сен, Марат, сенімен жұмыс істескенбіз, болды, дальше будем работать деді. Отношения. Мен всегда айтамын ғой, любой не істесек те біз ортамызда ештеме қалмаса 5 жылдан кейін біз бауыр болып амандасуымыз керек та. Ешқандай ақша. Бір нәрсені айтып кетейін. Ол кісілермен мен до такой степени преданностьтың сол. Ол кісілерден жұмыстан кеткем. 3 жыл бойы ол вкусты мен пайдаланбаған, осы уақытқа дейін еш жерде пайдаланбаған. Мен оларға преданностьмын. Даже мен ол вкусты қалай қол шапалақтамай ешкімге. Неге? Өйткені ол кісілермен ертең мен бетпен жүздескен кезде сен сол жерге сен вкусты берген екенсің, сен сатқан екенсің деген сөзге мен жоқ деген сөз жауап беру үшін мен еш жерде қолданбағанмын ол вкусты. Вот. Мен ол кісілермен просто. Алла разы болсын. Сол сияқты енді қараңыздар, енді уже масштабқа шыққан кезде көп бизнесмендер рейдер сияқты көрінеді. Иә. Неге? Өйткені бұл нарық қой. Нарықтан сен кусогын аласың. Енді кусогын алу үшін просто конкурент изучать етесің да. Минус плюс інің болсын, бауырың болсын, досың болсын, минус плюсын изучать етесің. Халыққа келесің, айтасың, мынаны предлагать етіп көресің, болды. Конкурент дегенді көп адам андай рейдерство сияқты көреді да. Жоқ. Егер сен білмесең, білетін адам бәрібір жол беруің керексің, или сен де білімге ұмтылуың керексің. Болды, басқа ештеңе жоқ бұл жерде. Мен мысалға кірген кезде көп адам, мысалға көп кәсіпкерлердің ішінде менің жұмысым конкурент андай бір рейдерство сияқты көрінеді. Басып алу. Иә. Көрдіңіздер, вот осы жерде да. Енді целым алатын болсақ, достар, мен ана всегда айтамын ғой. Может, мен айтып жүрген информацияны бүкіл жер айтып жүрген шығар. Мысалға да. Да. Плагиат. Иә. Что делать деп айтады да олар. Қалай істеу керек? Мысалы, мен всегда былай айтамын ғой. Ақыл айтқан ең оңай. Ақыл айтқанша мен онлайнда отырмын, ақыл айтушы ең оңай. Бірақ енді сол айтқан ақылыңды істеу, от екінің бірін қолынан келмейді. Енді бар болғаны Алла тағала бойыма қабілетті берді. Барып компанияның ішінде жаңа анау айтады ғой, боевой менеджер деген бар. Менеджер класс А, менеджер классы Б дейді да. Менеджер классы А не істейді деген кезде, ол өзінен жоғары адамдармен жұмыс жасай алады да. Любой адаммен тіл табыса алады. Ал енді менеджер классы Б деген кім? Жаңа сотрудниктер қыл сияқты қарайтын адамдар. Олардың эгосы жібермейді. Міне, жаңағы біздің Мәкең боевой менеджердің қатарынан болып шықты. Неге? Өйткені Алматыға бір аптада кіріп көріңдерші, достар. Бір аптада Алматыға бір аптаға кіріп көріңдерші. Бір апта емес қой, үш ақ күн ғой. Даже қараңыз, қазір ойлап отырмын. Мен сізбен контракт істедім. Екі компаниям всего лишь. Екіншісінде сіз етке даже 15-ақ минутке бардыңыз, дұрыс па? Одан кейін мен өзім істедім онымен. Сіз айтып отырдыңыз, ана жер мынандай, мына жер мынандай. Болды, соны істедім. Ал басқа компанияларға мысалы кіріп, көріп жүрсіз да. Ал мен не істедім? Екеуінде 15-15 минуттан уақыт бердім. Қалған кезіңізді гостиницада өмір сүргіздім ғой сізге. Шықпаңыз. Маған айтыңыз, мен өзім істеймін, өйткені мен өзіме керек дедім. Иә, мен всегда айтамын да, мысалға мектептен, мен мына бір нәрсені анау күні наткнулся, мектептен әлем бойынша 8 миллиард адам оқыса, 100%-ке мектептен үш нәрсені освоить етіп шығады екен. Оқу, жазу, есептеу. Неге деген кезде өмір бойы практика өтеді ғой. Иә. Мен анаға келген кезде просто практикаға беремін да.
сен болды уже мысалға осыдан кейін любой бизнеске кір. Раз, два, три. Бизнестен айырмашылығы жоқ. Маған мені келіп сынағысы келеді, біреулер келіп айтады. Сіз мына бизнесте болдыңыз ба деп. Мен айтамын, братан. Оның бәрі формасы бір ғой деп. Ол жоқ, бұл специфический бизнес. Мен айтамын, маған бәрі. Тамақ па тамақ емес, ет қой. Мен айттым ғой баста. Етке тура келе ме сіздің форматыңыз дегенде? Разница жоқ дедіңіз ғой. Ет па ет, продукт па продукт, эсто па эсто, производство па производство, мебель ма мебель, кофе ма кофе, разница жоқ. Потому что ең соңғы мақсат не? Бизнес просто эффективный бол. Эффективный дегенде ол қалтасында ақша болу керек болды. И масштабный болу керек. Болды, басқа ештеңе жоқ. Просто шай ішіп отырмыз. Ақша істеу керек. Ш-ш-ш деп ішіп кетті ғой. Қазір енді ш-ш-ш-с деп қойып қойдық. Иә. Шаруа шаймен шешіледі дейсің, солай. Мягкий келіп қойып. Сәні оны шымкентскийлер басқаша түсінеді. Айтпақшы заголовок қойып қойып ш-ш-ш-с. Двоеточкамен. Мәке, Алла разы болсын. Бұнымен біздің жолымыз тоқтамайды. Кеше өзіңізге айтып өттім ғой. Мысалға, бизнеске келген кезде мен адам таңдаймын. Кеше мысалға ана біздің Мейрам бауырымызбен екеуміз айтты, міне мынандай рилс түсір деді. Эксперимент деп түсірдік қой кеше. Азында тұрсақ 786 аяқ түсті. Қазір үшін 1200 бас аяқ тұр онарда. И қызығын қараңыз да, соның ішінен біз екі компанияны алдық. Мен қазір үшіншісін аламын осы бүгін ертең. Неге? Біз таңдап жатырмыз да адамды. Адамдар келеді мені таңдау. Мен айтамын, братан, уже болды. Бұл жерде ана эго сияқты көрінуі мүмкін, но просто примерно алған кезде фейс көрінеді. Просто сен духың жетпейді. Духың жетпейді. Сен просто келіп тұрсың, сен мынандай нәрсе барды, кей кез менде ол менің опытымда болған нәрсе ғой, мәке. Мысалы мен 115 компанияға кірдім. Провал компания болды ма? Болды. Қай жерде болды деген кезде мен осы жерде мысалға хозяин келіп алады да, ну докажи дейді. Мен айтамын, ей братан, это тебе надо, не мне. Мен өз өмірім сүріп жүрген адам. Былай жалған кезде. Шын ғой? Просто адамдар ана путает берега. Ақша бердім, істесін деген. Иә, мен айтамын, мен сен сотрудник емеспін. Енді есептеңізші, 786 адамнан 3-ақ адам таңдау, қандай отбор өтеді менің алдыма? Түсіндіре алдым ғой? Сіз міне мыңның бірісіз да. Мыңның бірісіз. Неге? Өйткені мен сіздерге айтайын, мәке, сіздің бойыңыздағы бар қабілет Алла тағала берген. Ол как раз біздің әрбір қазағымыздың бизнесменнің бойына керек қабілет та. Әрбір қазағымыздың бизнесменнің бойына керек қабілет та. Өйткені неге? Ол қабілет болмаса біз қазағымызды ұстап қала алмаймыз. Ол қабілет болмаса біз халыққа қызмет ете алмаймыз. Ол қабілет болмаса, ол біз мына басымыз Қытай, мына басымыз Россия кірді. Біз ол қабілет болмаса оны ұстап қала алмаймыз. Мың жерден айта берсін, ты красавчик, но одноразовый красавчик. А на самом деле сен мындай 1000 жылдық красавчиксің да. Бізге сіз сияқты қазақтарға мен сізге айтайын, 1000 бизнесмен керек болды. Шыртып тастайды. Мен бір өзімді алайық, мен бір өзіме Қуан деген жігітпен шықтық жолға, дұрыс па? Қазір Бауыржан деген қосылды, Қырғызстаннан Марат деген қосылды. Мысалға да, 4 жігіт жолға шықтық, есептеңіз. 4 жігіт бүкіл Қазақстаннан 17 точка ашамыз. Ол әшейін старт. Біз 18 ба облыс? Бүкіл облыстан бір точка кетті ма? Енді есептеңіз, мен бір өзім Қазақстанда ауқым жасап жатсам, сіз бір өзіңіз бүкіл Қазақстанда ауқым жасап жатсаңыз, Ондайда 1000 болса? Бітті, біздің астымызда мыңдаған кәсіпкерлер бізбен бірге партнер болып нан жеп отырса, олардың астында мыңдаған адам нан жеп отырса, бітті емес па? Не керек одан асқан? Айтшы. Мәке, бізге не керек? Вот мынандай нәрсе да, бизнес өзі 3-ақ жолдан тұрады. Сразу дейді, 3-ақ жолдан тұрады. Біріншісі, сен когда вот реально нуждаешься чего-то, ақша керек саған. Потому что да. Тояды ол бірақ. Да. Сосын екіншісі оған тойған кезде сен арманыңды орындайсың. Біз кеше Алматыға келем деген есіңізде ғой? Арманыңызды орындамай Алматыға жіберген жоқпыз біз. Алматының өйткені неге? Мынау екеуі жабылмаса, мынау үшінші жолға өте алмайсың. Енді қараңыз, арманыңыз орындалды, үйіңіз бар, майшан қазір айтпақшы, мәкең Ларгуспен жүріп, 200 қалып алды бір апта ішінде. Енді цифр айтпай ақ қой одан кейін. Цифрасын айтпай, бірақ бір апта ішінде каким-то образом алдық қой. 23-ші жыл ғой біз.
еще белый деп қояйық. Нөл-қырық тесті көрсеңдер деп қой. Ойды айтатын достар. Просто айтып отқаным, екінші этаптан тоже өтуіміз керек, арман орындалу керек. Енді міне Мәкең қазір осы кезде мен деп тұрған ресторандарға уже қызмет етуге келді. Яғни ресторанға қызмет етсе, сіздің ішінен любой ресторансыз тамақ жеп отырсыз ғой. Мыңдаған адам мынауындай бір түйір нан жеп дәмін татқан кезде сізді есіне алады да. Үшінші нәрсе ол просто служение. Ал Алла разы болсын, Алла берекесін берсін. Сіз бізге сеніп, әйтеуір біздің қасымызда бол, Бәке, не болса да мен саған сенем, артыңнан ерем деп, міне духыңызбен кәдімгідей қолдаған үшін мың жерден Алла разы болсын. Айтпақшы, біздер Балиға барып келдік қой. Мысалы мен қазір енді Қытайға да апарайын деп жатырмын да. Просто 10 күн не болды айтыңызшы. Просто андай бір 3 ауыз сөзбен 1 минут өткенін уже бітіруіміз керек, ана артта тақ. Былай ғой, кеше жаңа Қытайға баратындарды да жинадыңыз ғой. Ол жерде барлығынікі әшейін сұрақта. Егер реально барам деген ой болса, ақша жоқ деп жатыр ғой. Егер ақшасы жоқ болса, мен Крузакқа қақтан ақша таптым. 1 копейкам жоқ еді. Бірақ табылды ғой. Еще копейкам жоқ еді. Не, 200 қалдық қой. Соны айтып ғой, мен Крузакты қайдан алдым деп жатырмын. Арманың просто биік болу керек өзіңнен. Вот, осы жерде да. Біз всегда былай қараймыз ғой. Либо проблема бізден биік, либо біз проблемадан биік. Болды, басқа ештеңе жоқ. Балиге баратын кезде біздегі балдардың қайсысында ақшасы болды? Қарыз барды. Бірақ бізбен бірдей демалып қайтты ғой. Дәл солай, ол просто алға қойған мақсатына ұмтылу керек. Өзіңіз не алдыңыз? Вот көкейден осы мен мынаны алдым да келдім, болды. Ол жақтан алатындай мысалға бірінші очередь мен сізге айтайын. Мен қасыма орта іздеген, ең идеальный ортаны таптым. Ана қайтып жатқан кезде айтады ғой. Мысалға аэропорттан түстік. Мына кісілермен қоштастық па? Қоштасқан жоқпыз. До конца қайда бардық? Қазақстанға келіп тағы қаңғырып жүрді. До конца қаңғырдық. Міне осы Балиден келгеніміз 2 апта болды ма? Мына жігіттермен мен жаңа Ерекеңе айтамын да, Ереке сізбен қатты құшақтасып амандасайыншы деймін да. Мына жігіт аптасына 3 рет көретін болдым ғой деймін. Либо мен бұны іздеп келемін, либо бұл мені іздеп бара Шымкентке деймін да. Ең қызығы, Балиден келдік па 10 адам, 8-і бірімізбен партнер болдық. Иә, мысалға мен кеше Олжекеңмен келе жатырмын да. Олжеке деймін да. Қойшы ақшаны бәрін қойшы деймін да. Процент, пайда бәрін қойшы деймін да. Всего лишь дос таптық қой бәріміз деймін да. Бәріміз мынандай болып қалды. Астында отыр бәрі. Барлығы қазір отыр. Шымкентте жолығамыз деген жігіттердің барлығы Алматыға келіп қалды. Аэропорттан міне таңғы 7-те түсіп келді. Соңы. Мына жігіттермен бауыр болып кетті. Шымкенттегі қызықтар айтатын болса, енді камерада айтылатын нәрсе емес ол да. Бірақ бір үйдің баласындай болды. Ең алды. Иә, енді ары қарай санай берсеңіз көп. Бірақ ең идеальный нәрсе адам болғаннан кейін, адам болып қалу үшін достастықты до конца жүретін. Оны айтсаңызшы, мынау ғой, мысалға мен Балиға дейін сізге мен информация бердім, дұрыс па? Компания кісінен былай жүйеле деп. Ол өткен жоқ қой сізге? Сіз айттыңыз, сіз үшін ертегі болды. Балидан кейін сіз өзіңіз сұрадыңыз да. Неге? Иә. Өйткені мынандай нәрсе да, достар. Информация миллион қазір ютубташ. Торжаман, мысалы, міне мен сендерге линді қалай жұмыс істеу керегін айтып бердім. Финанс айтып бердім. Мысалға, командамен қалай жұмыс істеу, бәрін айтып жатық міне. Алда істей сал. Burada оқу жоқ. Бірақ неге бай емессің? Неге бай емессің? YouTube толып тұр. Марғұлан аға күнде айтады, қалай баю керек. Жакшен күнде айтады, қалай баю керек. Давлатов күнде айтады, қалай баю керек. Неге бай емессің сен? Подписка жаса болды, секунд сайын жіберіп отырады видеосын. Мысалға да вопрос. Мен былай қарамаймын, проблеманың өзіне қарамаймын, проблеманың тамырын іздеймін. Болды. Мен үшін мынау жапырақ, мен үшін жапырақ емес, бұның тамырында не тұрған әңгіме бар да. Сол үшін де, достар, біз Балиға барғанда просто адамның настоящий астында бүгінгі күнге дейін тұрған мына жердегі анау чипін алып тастадық болды. Блок болып тұрған чипін алып тастадық. Бітті. Әрқайсысы, ойым, кімше? Хуан 500 доллар жын сияқты да. Мені көрді да, сен Крузак алғанда мен аламайын біледі, барып алып. Бүгін ана кім? Бүгін уже эскалайт алайын деп деп жатыр. Бәрі. Арада біз Балиға нешесі барып келдік? 26-сына келіп түстік қой. 25-сіне келіп түстік па? Алдың айдың. Әлі бір ай болған жоқ. Ол ровно бір ай. Ровно бір айдың ішінде айтайын ба мен сіздерге? Страшный өзгеріс болды. Мына кісімен кемі 10 рет жолығып тастадық. Иә? Шымкентте бір
енді қараңыз келе жатырмыз да, жаңа азанда келе жатырмын да, ол жерге қара дедім, баяғыда дедім, біреу бізді шақырса келмейтінбіз да. Кеше мына кісі айтты да, азанда 27-сіне азанда мен сіздерді Алматыда күтем деді. Каким-то образом барлығымыз отырмыз ғой жерде. Енді бүгін до конца қуамыз ғой десек, давай деп тұр ғой бәрі. Бір айдың ішінде X3 минимум жасады. Иә. Балтар X3 жасады. Қуан X7 жасады. Одан да көп ау. 7 есе көйіп кетті. X3 жасады. Вот Ерекең, Мәкең қазір осы кезде 6 айдың несін бір Инстаграм мен еттің формуласы бір-біріне келе ме деген кезде шеттегі адам келмейді дейді ғой. 3 адам отырдық. Ютубер, Инстаграм, ет. Мен айтып отырған инсайттардан мына кісі өзіне система қойды ұстады. Нетворкинг екінші көрдіңіз бе? Міне получается біріншісі дос алды. Екіншісі нетворкинг. Нетворкинг неге? Сен мына жақтан иде аласың. Үшіншісі вообще не үшін осы күнге дейін сен бай емессің? Соның мына жердегі сұрағының жауабын ал. Егер де сен әлі ойланып жүрсең, братан, давай, келесі жолғысына барасың. Мәке, Алла разы болсын. Рахмет сізге да. Үлкен рахмет. Мынау душевный әңгіме кете береді. Бізге бір сағаттан асырма деп біз әңгіме жіберіп жатырық. Сізге Алла разы болсын. Мына кісі ұрыспаса отыра береміз.